Жақсы достар, қайырлы күн, қалайсыздар, жақсыздар ма? 60 сұраққа жеттік. Дүниежүзі тарихы 1945 жылы құрылған халықаралық ұйым. Қазір сіздер үшін осы жердегі 5 ұйымды да тауып қойдым, және 5 ұйым туралы мәліметтер берілетін болады. Олар қай жылы құрылды, мақсаттары не деген секілді дүниелер. Кеттік. Бірінші бізде ұлттар лигасы. Ұлттар лигасы атайтып тұрғандай бірнеше ұлттардың жиынтығы. Ағылшын тілінде League of Nations, яғни халықтар арасында әріптестікті дамытып, олардың бейбітшілігі мен қауіпсіздігінің кепілі болуды мақсат тұтатын халықаралық ұйым. 1920 жылы Версаль бейбіт келісім конференциясында құрылған ұлттар лигасының жарғысы бастапқыда 44 мемлекеттен тұрған, одан кейін оның ішінде Антанта жағында болған 31 мемлекеттен, соғыста бейтараптық тұтынған 13 мемлекеттен бекітілді. Яғни 13 мемлекеттің ішіне кім кіреді? ақш та кіреді. ақш ол екі дүниежүзілік соғыста да яғни ешқандай атсалыспаған мемлекет ретінде қарастырамыз. Жалпы енді ұлттар лигасы 1920 жылы құрылған, яғни Версаль келісім шарты бойынша қысқаша айтқан кезде. Ол міне 1919 жылы 28 маусымда болған Антанта елдері мен Германия арасындағы бітім шарт. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Жалпы енді ұлттар лигасы туралы қысқаша ақпарат осы. Құрылған жылы және негізгі мақсаты 1920 жылы екен. Бізде сұрақ 1945 жылы. Және де бір мәселе айтып кетейікші. Осы жерден тікелей жауапты тауып кетуімізге болады. Міне ұлттар лигасы 1946 жылы сәуірде арнайы шақырылған ассамблея шешімі сәйкес өз жұмысын тоқтатты. Яғни қараңыздар, былай басын-басып оқиық. Алайда уақыт өте келе ұйым қызметінің тиімділігі күн санап төмендей берді. 1940 жылы ұлттар лигасы іс жүзінде өз қызметін тоқтатты. Халықаралық еңбек ұйымы, яғни ұлттар лигасының дербес қызметін жалғастыра берді. Кейіннен біріккен ұлттар ұйымының жүйесінің арнайы мекемелерінің бірі болды. Яғни бірінші ұлттар лигасы болды. Одан кейін осы ұйым уақыт өте келе біріккен ұлттар ұйымына айналды. Жалпы енді ұлттар лигасы біріккен ұлттар ұйымының құрылуына негіз болған. Егемен мемлекеттердің халықаралық ұйымының алғашқы үлгісі ұлттар лигасын құру тәжірибесі басқа ұйымдарды құруда қолданылды. Жақсы. Жалпы түсінікті. Біріккен ұлттар ұйымы қайдан шықты? Ұлттар лигасынан шықты. Ұлттар лигасы не үшін құрылды? Мына Антанта мен Германияның арасында болған соғыстан кейін Версаль келісім шарты бойынша құрылды. Бұдан кейін осы нәрсе болмайды дегенде қыл. Кеттік. Екінші, өзара экономикалық көмек. Өзара экономикалық көмек советі 1949 жыл мен 1991 жылдары социалистік елдердің үкімет аралық экономикалық ұйымы, яғни социалистік елдердің қатарына қандай мемлекеттер жатады, соны қазір тоқталатын боламыз. Міне, айтып кете берейік. Болгария, Венгрия, Куба, Монғолия, Германия Демократия Республикасы, Польша, Румыния, Чехословакия, КСРО, Вьетнам кірді, яғни социалистік мемлекеттер кірді ішіне. Жалпы бұл ұйым 1949 жыл дегенмен 1959 жылдан бастап жұмысын атқарып бастады. Енді негізгі мақсаттары дейді. Советке мүше елдердің күш-жігерін біріктіру, ынтымақтастық тереңде. Совет деген социалистік, кеңес социалистік мемлекеттері. Социалистік экономикалық интеграцияны дамыту, халық шаруашылығын жоспарлы өркендету, индустрияландыру, еңбек өнімділігін көтеру деген негізгі мақсаттар болды. 1991 жылдар арасы деген енді түсінікті болар. Осы жылдан бастап, яғни осы жыл соңғы жылдары болды. 1991 жылы, яғни кейін социалистік республикасының ыдыраған. Кеттік, одан кейін. Демек, 49 екен. Жалпы түсте берейік. Варшава шарты. Варшава келісім немесе. Варшава келісім ұйымы. Енді орысша организация Варшавский договор. 1955 жылы достық, әріптестік және өзара көмек жөніндегі Албания, Болгария, Мажарстан, Венгрия. Одан кейін Германия Демократия Республикасы, Польша, Румыния, Чехословакия және КСРО арасындағы Варшава келісімі негізінде құрылған әскери саяси одақ. Бұл ендігіне әскери саяси одақ. Міне астында мемлекеттердің тулары тұр, қарайтын болсаңыздар. 1955 жылы құрылды. Бізге сұрақ 1945 жыл. Жазып алсаңдар болады. Ұлттар лигасы 1920, өзара экономикалық көмек 1949, Варшава келісім шарты міне 1955 жылы. Яғни демек жауаптан тоже істейміз, сызып тастай береміз. Одан кейін, жалпы бұл енді
1955 жылы 14 мамырда Варшавада келісімге қол қойылды. Яғни негізгі 1955 жылдың 5 маусымында күшіне енеді. Енді қарайық. Жалпы енді құрамы суретте көріп тұрғандарыңыздай. Міне жалпы негізгі мақсаты әскери одақ дегеннен кейін түсінікті. Егер соғыс әрекеттер бола қалған жағдайда осы мемлекеттер бірігеді деген түсінікке. Жақсы, кеттік. Одан кейін солтүстік Атлантикалық, енді қазіргі таңда ең қатты көп таралған ұйым, енді осы уақытта соңғы геополитикалық жағдайларға байланысты. Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымы НАТО, North Atlantic Treaty Organization. Жалпы енді НАТО енді ол да әскери саяси одақ, бірақ қай жердікі? Яғни бұл Атлант мұхиты бар, оны көріп тұрсыздар, мына ортадағы Атлант мұхитының шектесетін мемлекеттердің өздері әскери одақтары. Оларға қандай мемлекеттер кіреді? Сөзсіз бірінші бүкіл әлемдік полиция мемлекеті, яғни мемлекеттік полицияны ұстанып отырған ақш, Ұлыбритания, Франция, Бельгия, Нидерланд, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Дания секілді мемлекеттер кіреді. Яғни Атлант мұхитының жағалай орналасқан Еуропа елдері және де Америка материгі деп алайықшы. Жалпы осы. Енді НАТО аты айтып тұрғандай әскери ұйым. Жалпы әскери саяси одақ. Енді штаб-пәтері Брюссельде орналасқан, Бельгия астанасы. 30 мемлекет бар. Қазіргі таңда мүшелері Украинаның қосты ма екен? Сол қызық. Әлі қоспаған екен, Жалпы енді негізгі алдыңғы болған оқиғаға байланысты Украина НАТО-ға қосылғысы келген дейді. НАТО енді солтүстік Атлантикалық келісім ұйымы, яғни ол біз құрылған уақытын айтпады, 1944 жылы 4 сәуірде 12 мемлекет қол қойған, одан кейін бар 30 мемлекет мүшелік етеді қазіргі таңда. Демек 1949 жыл. Бізде сұрақ 1945 жылы. Енді жауапты істей берейік. Соңғы жауап бізде Біріккен ұлттар ұйымы дұрыс жауап болып қалып тұр жалғыз өзі. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтауға арналған, халықтар арасында достық қарым-қатынасты дамытуға арналған ұйым. Енді ол Біріккен ұлттар атауын ақш президенті Франклин Делано Рузвельт ұсынады. Декларация Сан-Франциско 1945 жылы 24 қазанда қабылданды. Сол күні Біріккен ұлттар күні деп жариялады. Яғни әрбір 24 қазан сол Біріккен ұлттар ұйымының тойлау күні, яғни сол күні құрылған күні. Енді қараңыздар. Біріккен ұлттар ұйымында негізгі 5 мемлекеттік тіл бар. Кейін соңғы уақыттары жетеу деп те келеді. Міне араб, ағылшын, араб, француз, испан, Қытай, орыс тілі. Яғни ағылшын, араб, француз, испан, Қытай, орыс тілі. Негізі сосын мына жерде 7-ші тіл жазылыпты ғой. Жалпы менің соңғы қараған деректеріме байланысты 7 тілде оқыған едім. Кеттік. Енді түсінікті мақсаты бейбітшілік пен қауіпсіздік сақтау, ұлттар арасында достық қарым-қатынасты реттеу, осы мақсатта ұлттарымыз әрекет ететін орталығы болу деген секілді дүниелер. Біріккен ұлттар ұйымының бірнеше бөлімдері бар. Сол туралы айтайық. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы, арнайы мекемелері ЮНЕСКО, білім және мәдениет, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ФАО бізде азық-түлікті қамтамасыз етеді деген секілді дүниелер. Астын қарайтын болсаңыз, ЮНИСЕФ Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры, ЮНЕФ Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы, әртүрлі бағдарлама атқарып жатыр. 1945 жылы құрылған халықаралық ұйым, сонымен бізде Біріккен ұлттар ұйымы болды. Жақсы, осымен негізгі мәліметтер берілді. Яғни уақыттарын, қай күні, қай жылы құрылғандығын жазылыңыздар. Және қандай әскери одақ болса, әскери одақ, халықаралық ұйым болса, халықаралық ұйым, экономикалық ұйым болса, экономикалық ұйым. Экономика дегенімізде шаруашылық. Осымен негізгі мәліметтер берілді деп ойлаймын.